Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогі Бақыт Серғазылы. Балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдардың педагогика кадрларына арналған STEAM білім беру бағдарламалаудың жаңа мүмкіндіктері, біліктілік арттыру курсына арналған жоба. Жоба мақсаты бағыт барысында кездесетін кедергілерден туристік керек-жарақтарды қолдана отырып өту әдістерін үйрену. Жобаның барысы белсенді туризмдегі жартастардан қозғалу ережесі. Табиғи кедергілерден туристік керек-жарақтарды қолданып өту. Жорықтардағы сақтандыру және арқанмен жұмыс. Туристік жорықтардағы сақтандыруды дайындау. Белсенді туризмдегі жартастардан қозғалу ережесі. Жартастардағы қозғалыс немесе өрмелеу кезінде 3 тірек нүктесі ережесін қолдануды талап етеді. Бұл дегеніміз бір аяқтың қозғалыс кезінде көп немесе аз қиын жерлерде басқалары тіректерден шықпайтындай етіп қозғалу керек. Жеңіл жартастарда қолымыз әдетте тепе-теңдікті сақтайды және аяқтар үшін ыңғайлы және сенімді тірек болмаған кезде ғана белсенді жұмыс істейді. Мүмкін болса, денені тігінен ұстап, қол мен аяқты иық деңгейіне шамалап ұстау керек. Аяқ киімнің ішкі жақтарына сүйену керек. Жартасқа өрмелеу кезінде қатты серпіліссіз қозғалуымыз керек. Бұл тепе-теңдікті сақтау және күшті үнемдеу үшін оңтайлы әдіс. Биік жартасқа өрмелеу кезінде кезек-кезек тіректерді қолданып, қолымызға көп күш түсетіндей жағдайға алып бармауымыз қажет. Жартастарда сенімді тіректер болмаған жағдайда біз жартастағы жарықтар мен бұрыштарды тиімді пайдалануымыз қажет. Табиғи кедергілерден туристік керек-жарақтарды қолданып өту әдістері немесе аспалы өткелмен өту. Топтық аспалы өткелді ұйымдастыру үшін топ мүшелерінің біреуі арқанның ұшын қарама-қарсы жағаға алып шығу қажет. Ол үшін өзеннің екінші бетіне жүзіп өтуі керек. Өзеннің арғы бетіне өткен соң альпинистік арқанды талға мықтап сенімді бекіту қажет. Аспалы өткел қатты тартылуы қажет. Арқан тартылып болған соң топтың қалған мүшелері бір-бірден өте бастайды. Ол үшін келесі турист сақтандыру белбеуін киеді. Негізгі арқанға 2 карабинмен бекітіліп, оны қолдарымен ұстап, басын өзен арқылы судың үстінен алға қарай өткізеді. Туристі сақтандыру үшін карабин арқылы кеудеге байлау үшін 2 көмекші арқан өткізгіш түйінімен бекітіледі. Біреуі бір жағаға, екіншісі екінші жағаға созылады. Олардың көмегімен біз әлсіреген туристі тарта аламыз. Немесе рюкзактардағы негізгі арқанға карабинмен бекітіп, өзеннің арғы бетіне тартып шығара аламыз. Топтық аспалы өткелді ұйымдастыру үшін қажетті туристік керек-жарақтар. Альпинистік арқан. Карабиндер. Жұмар. Сегіздік. Полисплас. Каска.
қауіпсіздік белдігі. Брезент қолғап. Жорықтардағы сақтандыру және арқанмен жұмыс өзара немесе бірін-бірін сақтандыру саяхатшы спортшылардың бұлжымас ережелерінің бірі. Өзара сақтандыру мен көмек беру бұл табиғи кедергіден өтіп жатқан туристі мұқият бақылау, немесе құлаудан, суға батудан және тағы басқа төтенше жағдайдың алдын алу үшін тиімді көмек көрсету болып табылады. Сақтандыруды дайындау келесі сәттерде қамтиды: табиғи кедергілерден өту үшін топ мүшелерінің күштерін біріктіру, сақтандыру іс-әрекеттерінің тәртібі мен реттілігін анықтау, сақтандыру құралдарын тексеру, мысалы арқан, карабин, жумар, сақтандыру белдемшесі, каска және тағы басқалары. Сақтандыру үшін тірек орнын таңдау, оны сынау және қажет болған жағдайда өңдеу, мысалы тазалау, алаңды нығайту, шығыңқы жердегі өткір жиектерді кесу. Тиісті киімнің болуын тексеру. Арқанмен сақтандыру кезінде брезент қолғаптардың болуы қажет. Бүгінгі жобамызды қорыта келе, табиғи немесе жасанды кедергілерден өту барысында топ мүшелері сақтандыру іс-әрекеттерінің тәртібі мен реттілігін анықтап, сақтандыру құралдары мен керек жарақтарды мұқият тексеру қажет. Әрбір топ мүшесі туристік жорық, жарыстарда қауіпсіздік талаптарын сақтауға, топ жетекшісінің нұсқауларын орындауға міндетті.